Анандай процентпен күнәһардан бөлек банкрот болмағанда қайтесің. Сөйтіп кредиттік амнистия дегенге амалсыз құлағыңды түріп отырасың. Биылғы жылдың басты жаңалығы да сол. Жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң қабылданды. Алайда таяқтың екінші ұшы бар демекші, банкроттыққа өтініш берген адамның мойнына үлкен қоңырау ілінетін сияқты. Оны Егов куәгері біледі. Гүлназия, кеш жарық, сөз сізде. Кеш жарық, қаржы ұйымдарына әбден қарызға батқан қараша үшін жағымды жаңалық болатын секілді. Бірақ одан кейінгі салдары туралы да білген жөн. Бұдан бөлек қарыз тек бір қатар талаптарға сай болсаңыз ғана кешіріледі. Бізбен бірге болыңыз. Несиесін төлей алмай жүргендердің банкроттық туралы өтініштері 3 наурыздан бастап қабылданады. Бұл туралы үкіметте қаржы министрі айтты. Ерұлан Жамабаевтың түсіндіруінше, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заңда 3 рәсім қарастырылған. Алғашқысы соттан тыс. Әуелі соған тоқталайын. Мұның аясында қарызы 5 миллион 520 мыңнан аспайтын, оны 1 жылдан бері төлей алмаған азаматтар қарастырылады. Өтініш электронды үкімет порталы арқылы беріледі. Мемлекеттік кірістер комитеті берген ақпаратқа сәйкес, өзін банкротпын деп жариялаған азаматтарға 5 жыл бойы қаржы ұйымдарына несие алуға шектеу қойылады. Сонымен қатар банкроттықты 7 жылдан кейін ғана қайта қолданып, 3 жыл бойы мемлекет сіздің қаржылық жағдайыңызға мониторинг жүргізеді. Айтпақшы, дәл осы рәсімде атаулы әлеуметтік көмек алып жүргендерге жеңілдіктер бар. Қаржы министрлігінің маманын тыңдайық. Елімізде әлеуметтік осал топтары бар. Яғни егер белгілі бір азаматтар мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмекті алып отыр, яғни ол көмекті 6 ай қатарынан алып отыр дейік. Яғни бұл азаматтар несиесін 12 ай бойы төлегені немесе төлемегеніне қарамай, олардың несиесін төлей алмаған жағдайда, мысалы 3 ай бойына төлей алмасын, мысалы 4 ай бойы төлей алмасын, онда олар өздері өтінім беріп, банкрот деп жариялауға өзінің ниетін білдіре алады. Қысқасы бұлай, 6 ай қатарынан тұрақты түрде атаулы әлеуметтік көмек алып жүрген отбасы соңғы 3 ай несиесін өте алмай қалды делік. Жоғарыда айтылған шарттарға қарамай сіз өтініш бере аласыз. 2 айдан кейін қолданысқа енгізілетін жаңа заң туралы халықтың пікірін білдік. 7 миллиондай толық шешілген мәселе ма, соны түсінбей қойдым. Оған қалай подавать ету керек, ешқандай білмеймін. Бұл жерде бұл заңның талаптары бойынша адам 1 жыл бойы төлелмейтіндей жағдайда болу керек. Үкіметтің сондай көмегі тиет шығар деп ойлаймын. Өзім алған қарызым өзім төлеймін. Дәл осы бірінші рәсімге қатысты тағы бір маңызды ақпарат. Өтінім беретін азаматтардың меншігінде тіркелген мүлкі. Оның ішінде ортақ меншіктегі мүлкі болмауы тиіс. Қазір құжаттарды қабылдау үшін дайындық жұмыстары жүргізілуде. Қаржы министрі де жаңа құжатты түсінбей жатқандарға арнайы мамандар көмектесетінін айтты. Біреулер әдейі бере салуы мүмкін, түсінбей беруі мүмкін. Одан кейін мысалы жұмысқа тұрып, қаражат алу мүмкіндігі, жалақы алу мүмкіндігі оңайса, әрине ол енді өмір бақи банкрот болып жүрмейді. Қарыздан өтелсе, онда әрине мүмкіндігі бар, банкрот деп жариялау. Біз енді мәжбүрлеп банкроттыққа барлығын итермелеу емес қой. Әр азамат өзінің мүмкіндігіне қарай шешім қабылдау керек. Айтпақшы, министрлік цифрлық даму ведомствосымен бірлесіп, тұрғындарға 1414 нөмірінен SMS жолдап жатыр. Бұл халықты тек ақпараттандыру мақсатында. Хабарлама сіздің несиеңіз кешіледі дегенді білдірмейді. Екінші рәсімге тоқталса, қарызы 5 миллионнан асатын азаматтар өтінішті тұрғылықты жері бойынша сотқа береді. Оның мүлкі сауда-саттыққа қойылады. Айтпақшы, құжаттарды рәсімдеуге сізге арнайы қаржы саласының маманы көмектеседі. Оның ақысы борышкердің мүлкі есебінен жүргізіледі. Тағы бір мәселе, рәсім жүргізу аясында сізге шетелге шығуға уақытша тыйым салынады. Үшіншісі, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Маманды тыңдайық. Азамат банкрот деп танылмайды. Ол қадымғы жаңағы шектеулердің ешқайсысы оған қолданылмайды. Тиімді тұсы осы. Егер де азамат сол рәсімді қолданса, ол міндетті түрде сол ай сайын осы қарызды төлей алатын мүмкіндігі болу керек, яғни белгілі бір табыс көзі болу керек. Және де ол аталған қарызын оған сот белгілі бір график қойып береді де, өзіне жаңағыдай қалтасы көтеретіндей ай сайын төлей алатындай. Және де осы 5 жыл бойына ол осы қарыздарын бөліп төлеуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар бұл жерде яғни үстінен өсімпұлдары есептелмейді. Әзірге нақты тапсыратын құжаттар тізімі пысықталуда, алдағы күндері белгілі болады дейді жауапты орган. Айтпақшы, алаяқ пысықайлардан сақ болыңыз, бұл рәсім түгел тегін жүргізіледі. Қосымша ақпаратты жанымда көрсетілген сайт, телефоннан біле аласыздар.
Бұдан бөлек қарашаға заңның мән жайын түсіндіретін азаматтарға арналған үкіметтің байланыс орталығы мен мемлекеттік кірістер комитетінің мамандары оқытылып жатыр екен. Менде әзірге осы, алдағы шығарылымда жастарға берілетін 2,5% жеңілдетілген несие жайлы айтамын. Арнадан алыстамаңыздар.